Абылай хан даңғылы Елорданың оңтүстік шығысындағы Алматы ауданындағы үлкен даңғылдардың бірі. Кенесары көшесінен басталып, Қарағанды Нұрсұлтан тасжолына дейін жалғасады. Ілияс Жансүгірұлы, Ғабит Мүсірепов, Ғабиде Мұстафин көшелерімен қиылысады. Ұзындығы 4928,1 метр. Даңғылға шын есімі Әбілмансұр 1771-1781 жылдары билік құрған Қазақ хандығының 18-ші ханы Абылай ханның аты берілген. Қазақ ордасының тарихындағы ең ұлы хандардың бірі. Атасының аруағын шақырып, жауға абылайлап шапқан Әбілмансұрдың есімі содан бастап Абылай атанған. Ол қазақ халқының жадында қажырлы мемлекет қайраткері, батыл қолбасшы, майталман мәмілегер ретінде сақталып келеді. Абылай хан даңғылының бойында халықаралық мирас мектебі, ұлттық ғылыми медицина орталығы, травматология және ортопедия ғылыми зерттеу институты, Гүлжан және Встреча ірі сауда үйлері орналасқан.